Парижде болдым, Париж түсіме кірмеді. Мысырда болдым, Мысыр түсіме кірмеді. Қытай, Моңғолстан, Үндістан, Пәкістан, Иран бардым. Мұхиттың арғы бетіндегі Техаста, Чикагода, Нью-Йоркте болдым. Оларда түсіме кірмеді. Баяғыда Мәскеуде 5 жыл оқыдым, оны да түсімде көрмедім. Түсіме күн сайын Мыңбұлақ кіреді. Түсімде Ақсу-Жабағылыны көремін, деген екен қазақтың біртуар ақыны Шерхан Мұртаза. Туған өлкеміздің Түлкібас жерінде қоныс тепкен атақты Ақсу-Жабағылы қорығы Орта Азия мен Қазақстандағы ең алғашқы көне қорық. Тянь-Шань Орта және Орталық Азиядағы орасан зор тау жүйесі. Ақсу-Жабағылы қорығы осы тау жүйесінің Талас Алатауы мен Өгем тауларының солтүстік батыс сілемдерінде орналасқан. Қорық ерекше қорғалатын аймақ. Аумағы жылдан жылға өзгеріп, бүгінде алып жатқан жалпы көлемі 131.934 гектар. Екі мемлекетпен Қырғызстан және Өзбекстанмен шекаралас. Қорықтың жері оңтүстік Қазақстанның Түлкібас, Төле Би, Бәйдібек аудандарымен және Жамбыл облысының Жуалы ауданымен шектеседі. Қорықтың орталық ғимараты Түлкібас ауданы Жабағылы ауылында орналасқан. 1925 жылдың ақпан айында Шымкент жер бөлімінің шешімі бойынша қысқа мерзім ішінде Түркістан Республикасының жер құрылымдары бойынша ерекше комиссия құруды және қорықтың аумағын бөліп беру туралы жұмыстар анықталып, Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы Қазақстан АССР халық комиссарлары кеңесінің қаулысымен 1926 жылы шілденің 14-інде құрылған. Қазақтың біртуар азаматы Тұрар Рысқұловтың ықпалымен ұйымдастырылған бұл қорықтың негізгі мақсаты Батыс Тянь-Шаньның ландшафтарын сол табиғи қалпында сақтап, осы тау жүйесіндегі табиғат комплекстерінің даму заңдылығын зерттеу болған. 1927 жылы 28 мамырда РСФСР халық комиссарлар кеңесінің Ақсу-Жабағылы мемлекеттік қорығы бүкілодақтық маңызды аймақ деп есептелсін деген қаулы шыққан. 1935 жылы 11 ақпанда РСФСРдың барлық өлкелерінде, соның ішінде Қазақстанда, мемлекеттік маңызы бар қорық делінген бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті мен халық комиссарлар кеңесінің қаулысына Михаил Иванович Калининмен қатар РСФСР халық комиссарлар кеңесі төрағасының орынбасары Тұрар Рысқұлов та қол қойған. Халқымыздың ардақты ұлы Тұрар Рысқұлов 1926-1937 жылғы шілде айында РСФСР халық комиссарлары кеңесі төрағасының орынбасары болып қызмет атқарған. Тұрар ағамыздың қорықтарды бүкілодақтық көлемде, соның ішінде Қазақстан қорықтарын ұйымдастыруда өлшеусіз еңбегі, ықылас арманы сайрап жатыр. 94 жыл бойы әлемдік ғылымға өз үлесін қосып келе жатқан Ақсу-Жабағылы мемлекеттік қорығының тарихында халқымыздың мақтан тұтар ұлы Тұрар Рысқұловтың ықпалы өте зор болған. Қазақстан бойынша 10 қорықтың өзіндік тарихи шежіресі бар, ал біздің Ақсу-Жабағылы қорығымыз қорықтардың тұңғышы. Қорықты ұйымдастырудың құрылтайшысы Сырдария губерниялық атқару комитетінің Среднеазкомтариске жазған баяндау қағазында қорыққа бақылау жасау мен қорғауды ауыл тұрғындары арасында ел сыйлайтын беделді адамға тапсыру қажеттігін айтқан болатын. Мұндай адам Түркістан табиғатын жақсы білетін және оны сүйетін әуесқой табиғаттанушы географиялық қоғамның мүшесі Борис Петрович Тризна еді. Міне осы кісінің қажырлығының арқасында қорық 10 жылдақ айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. Алғашқыда директор нұсқаушысы және 5 бақылаушысы бар қорықтың қызметкерлеріне 30 000 гектар таулы аймаққа бақылау жасау, тұрғындарға қорық табиғатын қорғаудың мемлекеттік маңызын түсіндіру оңайға соққан жоқ. Алғашқы ғылыми зерттеулердің басы қорық құрылмай тұрып, 1922-1923 жылдары Орта Азия университетінің гидробиолог Абрам Львович Бродский, топырақтанушы Николай Александрович Дима, зоолог Данил Николаевич Кашкаров, ботаниктер Евгений Петрович Коровин мен Михаил Васильевич Культиясов бастаған бір топ профессорлары келуімен басталған. Олар қорық аймағының ландшафтарына, өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне ғылыми зерттеулер жүргізуге болатынын, өлкенің табиғатының өте тамаша, сұлу екеніне тәнті болып қоруға лайық деп шешкен. 94 жылдық тұңғиық тарихы бар. Бүгінде өзінің көптеген ғажайыптары үшін ЮНЕСКО жасаған дүниежүзілік қорықтар тізіміне еніп отыр. Ақсу-Жабағылы қорығының жан-жануарлар
өсімдіктер дүниесі жан-жақты зерттеліп, қазіргі уақытта 1000-ға жақын ғылыми еңбектер жарияланып, диссертациялар қорғалды. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы өте сирек кездесетін жер бетінен жоғалып бара жатқан жануарларға бай қазына. Соңғы деректерге қарағанда қорық аумағында құстың 267 түрі мекен етеді. Соның 130 түрі жыл құстары, ал 137 түрі қорықта қыстайды. Сүтқоректілердің 52 түрі мекен етеді. Қорық аумағында аша тұяқты сүтқоректілердің 5 түрі, олар арқар, тауешкі, елік, марал, қабан шошқа мекен етеді. Қазақстанның қызыл кітабына енген сүтқоректілер: арқар, қар барысы, тянь-шань қоңыр аюы, Түркістан сілеусіні, тас сусары және үнді жайрасы. Жыртқыштардан қасқыр, түлкі, қарсақ, борсық, аққалақ, ақкіс, шүйебер және қызыл суыр кездеседі. Бауырмен жорғалаушылардың 11, қосмекенділердің 3 түрі мекендейді. Шыбын-шіркей құрт-құмырсқаның 2124 түрлері бар. Қорықта балық саны аз, бірақ көптеген авторлардың мәліметтері бойынша түрдің саны 5-ке, тіпті 7-ге жетеді. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы өсімдіктер дүниесіне өте бай. Мұнда өсімдіктердің 1759 түрі өседі. Соның ішінде мүктің 63, қынаның 64, саңырауқұлақтың 253, жоғары сатыдағы өсімдіктердің 1312 түрі бар. Қазақстанның қызыл кітабына 41 түрі енсе, 20-дан астам түрі релікті және 177 түрі эндемиктер. Бұл бүкіл Қазақстанның өсімдік құрамының 4-тен бірі. Сонымен қатар Ақсу-Жабағылыда басқа да бірегей өсімдік бірлестіктері қорғалады. Бұл Сиверс алмағашынан және Кавказ таудағынан тұратын тоғай, ехидна экспарцеті басым бірлестіктер, эндемиктер мен қалдық түрлердің алқор мен піскем жуасы, ну шөптесімдері орта таудың көлемді шөгінділерінде өседі. Грейг және Кауфман қызғалдақтары ерекше танымал болып отыр. Олар әлемге белгілі бірнеше жүздеген мәдени қызғалдақтардың шығу тектері болып табылады. Қорықтың ең негізгі өзендері Ақсу және Жабағылы. Ақсу ең ұзын өзен, 120 километрге созылып жатыр. Мамыр айында Ақсу көгілдір түсті болса, ал жаз айында өзен тасыған кезде оның түсі сүтке ұқсас болады. Бұл өзеннің аты да соған байланысты қойылған. Кіші Ақсу мен Үлкен Ақсу қосылған жерде тамаша айбынды тереңтік аңғарлар құз шатқал құралған. Жабағылы өзені Ақсудан 2 есе қысқа. Тар саз қоспаларының әсерінен өзеннің суы сары, кейбір кезде қызыл болады. Өзендер басын таудағы жылжымалы қалың мұз бен қардан алады. Қорықта 114 мұз таулары бар. Қорықтың аумағындағы көлдің саны 27. Олардың бәрі өте биікте, қар ерімейтін жерде орналасқан. Ақсу-Жабағылының биологиялық алуан түрлілігінің ғажайып әлемі ежелден әр түрлі мамандықтағы ғалымдардың назарын өзіне еліктірген болатын. Бұл қорық ғылыми зерттеулердің ұзақтығы мен нәтижелігі жағынан тек Қазақстанда ғана емес, бұрынғы Кеңес одағының барлық қорықтарының ішінде алдыңғы орынға ие. 1000-ға жуық ғылыми және көпшілік мақалалар, сонымен қатар еңбектер 8 рет шығарылды. Ондаған кітаптар мен монографиялар, әсерлі көркем фотоальбомдар, буклеттер және 4 ғылыми көпшілік кинофильм бүкіл әлемге таралды. Соңғы жылдары Батыс Тянь-Шань биоәртүрлілігін қорғау жөніндегі халықаралық жобаның іске асуы нәтижесінде Ақсу-Жабағылы өзінің территориясын кеңейтіп, материалдық техникалық базасын бекітіп қана қойған жоқ, бүкіл әлемдік экологиялық саяхатшылар мен ғалымдар арасында танымалдылығын одан да бетер арттырды. Біз әрқашан Ақсу-Жабағылы жерінде туып өсіп тұрып жатқанымызды мақтан тұтамыз. Жабағылы жері Қазақстандағы ең көрікті жерлердің бірі. Табиғат біздің байлығымыз, ал қорық мақтанышымыз.